Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бізде бүгін дүниежүзі тарихынан жаңа тақырып. Қазір ашып алайын. Бүгінгі күнді жазамыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Тақырып бізде танзимат саясаты, яғни Осман империясын күшейтуге әсер етті ме, осы тақырыпты жазып алыңыздар. Танзимат дегеніміз не? Бұл терминмен бірінші танысып шығамыз. Танзимат 1839-1876 жылдардағы Осман империясында жүргізілген реформалардың бірі. Оның мақсаты қандай болды? Мемлекетті жаңарту, әлсіреуді тоқтату, яғни Европа үлгісіндегі өзгерістерді енгізу. Бұл терминді жазып аламыз дәптерге. Енді танзиматтың себептері. Бұл реформаны не себепті олар ұйымдастырды? Империяның әлсіреуі біріншіден, екіншіден салық жүйесінің тиімсіздігі, үшіншіден әскери жүйенің ескіруі, төртіншіден Европа мемлекеттерінің қысымы әр жақтан, және бесіншіден халықтардың наразылығы, халық наразы болды. Негізгі реформалар, яғни барлық азаматтардың заң алдында теңдігі, салық жүйесін реттеу, әскерді жаңарту, міндетті қызметін енгізу, сот жүйесін өзгерту мүлдем, және білім беру реформалары, білім беру саласында тоже өзгерістер енгізу. Экономикалық өзгерістер, яғни мемлекеттік қаржыны реттеу, сауда айналымының өсуі, тағы да басқа шетел инвестицияларының артуы. Әлеуметтік өзгерістерге келетін болсақ, халықтың құқықтық жағдайы жақсарды. Екіншіден, мұсылман және мұсылман емес халық арасында теңдік орнату әрекеті болды. Білім алуға жаңа мүмкіндіктер қарастырылды. Енді танзиматтың оң әсерлері қандай болды, яғни жағымды жақтары? Басқару жүйесінің жаңара бастады, яғни әскері күшейе бастады, халықаралық беделін сақтап қалуға мүмкіндік берді, және жаңа мектептер, жаңа мешіттер, заңдар енгізіле бастады. Танзиматтың кемшіліктері қандай болды? Жазып аламыз. Реформалар толық жүзеге аспады, халықтың бір бөлігі қарсы болды, шетел ықпалы күшейді, және экономикалық қиындықтар толық шешілмеді. Енді қорытындылай келе, танзимат саясаты мен Осман империясы біршама күшейді, бірақ толыққанды жаңғыру болмады ол кезде. Реформалар мемлекетке уақытша демеу болды, алайда империя құлдырауын тоқтата алмады. Осылайша реформа Осман империясында өзінің қызметін атқарды.